Сәлеметсіз бе, Клара апа, қалыңыз қалай? Мен әліпби мен әріптердің шығу тарихы туралы жоба құрғамақшымын. Соған сізге арналған сұрақтарым бар. Әріптер қалай пайда болғанын білесіз бе? Сіз оқыған әліпби қандай болды? Сіз оқыған әліпбиден есіңізден қалған әңгіме немесе өлең тақпақтарды айтып берсеңіз. Енді біздер дейтін әліпби оқыдық, бәріміз әліпбимен үйренеміз. Арпы, барпы, бізге дейінгі бірнеше ғасыр бойында небір әліпбилер болған, әріптер болған, олардың да бәрі де А әрпі және Б әрпімен басталады екен зерттеулер бойынша. Алфавит әріппелер негізі араб тілінен енген. Ол әріптерді әртүрлі әуелі дейтін құралдармен, темірлерден, ағаштардан салып, болмаса жаңа тасты қашап, солай салған әріптердің өзі туа біткеннен қазір біздің 42 әрпіміз сразу өмірге келе қоймаған. Ол кезде жаңағы түрік, архон, түрік, көне түрік деп, жаңағы күлтегін деп ол 33 әріппен ғана жазылған екен. Оларды бүгінге дейін зерттеп, талдап, біліп, ол кезде мағынасына қарай солай болады екен. Біздерде енді қазақ тілінде 42 әріппен, орыс тілінде 33 әріп. Соны бізге қазақ тілінен ұйымдастырып, жаңағыдай біріктіріп, керек емес әріпті араб тілінен алып тастап, өзімізге керек тілде, өзіміздің білімізге, тілімізге, менталитетімізге келетін әріптерді қосып, 9 әріпті қосып, Ахмет Байтұрсынов 9 әріппен 33-ке 9 қосқанда 42 әріппен біздер әліпбимен осы күнге дейін білімімізді алып, әліпби оқып келдік. Сіз оқыған әліпби қандай болды? Мен оқыған әліпби кириллица болды. Біздер кириллицамен бастадық, кириллицамен аяқтадық, осы күнге дейін кириллицамен өзім оқимын. Қазір содан кейін өмір талабына байланысты мына компьютерге, неге латын әріптерін енгізіп жатыр. Бұл латын әріпі Халел Досмұхамбетов өзі 10 жылдай латын әліппесін жасап, кеше әріп тану деген сияқты, хат жазу деген сияқты адамдар өздерінше жаңа білім алған, қол жеткен адам бәрібір де білім алу мүмкіншілік болған жоқ қой. Сол енді үлкен еңбегі сіңді қазақ халқына деген осы біздің әліпбиімізді жасап кетуі, бүгінгі дейін біздің осы әліпбиімізді жасап оқу сауатымызды ашуымыз, әліпби деген өзі сауат ашу ғой. Сауатымызды ашу осы Ахмет Байтұрсыновтың үлкен еңбегінің арқасында біз көзіміз ашылып, сауатымыз ашылып, бүгінгі өмірді танып біліп жатыр екенбіз. Рахмет, енді соңғы сұрағым, сіз оқыған әліпбиден есіңізде қалған әңгіме, тақпақ, өлеңдерді туралы айтсаңыз. Дұрыс айтасың, әрине жаңағы айтып, біздер үйіп тыңдаймыз. Соның ішіндегі жаңағы өмірден алынған Асан мен Үсейін деген әңгіме. Оны тағы бір вариантында бай баласы мен жарлы баласы деп айтады. Сонда салыстырмалы түрде жаңағы байдың баласы жаңағыдай тана тоқ, көйлегі көк болып жүріп, өмірдің ашық тұсын сезбегесін, оның жаңағы өмірге талпынысы төмен болады да, екеуі ойнап жүріп жаңағы адасып қалып, сонда жарлы баласының тапқырлығымен көшіп кеткен елді тауып жеткен екен. Сонда қазақтан мынандай нақыл шығады ғой, аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш боламын деп ойламайды деген бір нақыл сөз бар. Соны осыған келістіріп айтатын. Сол кезде жаңағы тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш боламын деп ойламайды деген сөзге керім мән беретін едік. Сол сияқты жаңағыдай екі лақ, екі теке болмаса жаңағы мақтағыз деген ертегі, онда да жаңағы мақтағызды білетін шығарсыңдар сіздер. Күні кешеге дейін осы бір нелерді айтып жатады, мультиктарда, нелерде. Сондайлар көп, кругозорымыз көп кең болған жоқ, азғантай сізді бір тиянақты болдық. Сосын жаңағы біздерде қазақта жазу сызу болмаған, анау деп айтады ғой, дей тұрғанмен біздерде ауыз әдебиетіміз қатты дамыды ғой. Сенің тірілер секіре алмай қалдың, өтақанға. Қошақанға айтсақ, қошақана қойдың, қайда қалып қойдың, ұлтиып тұр бүйірің, қай өрістен тойдың деп сұрайды. Сосын орта білімімізбен күні кешеге дейін енді кітапханада жасап, құрметті зейнетке шығып, қазіргі енді отбасында осы қалында отырмыз. Клара апа, соңына аманыңызға көп рахмет. Көп нәрсені ұқтым. Рахмет. Сау болыңыз.